Сенің жамандамайтын адамың бар ма дейді. Елдің бәрі былығып атса, кімді мақтайсың? Мақтайтын бір адамды жіберші, сол мақтап жіберейін. Конкурс ойнатпаған, артында былығы жоқ. Несчастный ана жертва ботоксаның өзінің артындағы былығы былай екен. Мен туралы оттай ма еще? Сүмелек, мен туралы оттамай тұрып, арттары таза адам оттасын мен туралы. Пофиг, мен шығара берем бәрін. Саматтың жылағанын көрдіңдер ма? Саматтың жылаған видеосын көрдіңдер ма? Саматтың. Ильяс сияқты жылады ма? Ильястан артық ешкім жылай алмай ма деп едім мен. Содан артық жылай берем. 8 операция жасады маған, анау мынау деп. Енді ақталып отыр ғой. Типа операция. На жалость давить етеді екен ғой, бұлардың сценарий не? Фантазиялары жоқ па? Ильяс та сөйтіп еді ғой, мен дуалады бір бәле, өлейін деп жатырмын. Одан кейін операцияға түсіп қалады. Бәрінің сценарий бір, кішкене фантазия қосып басқа нәрсе айтпай ма? Отыз екі плюс жазамыз, 32 плюс. Шын блогер бар, мен көмектесіп жүрген дейді. Қайдам түрің жоқ, атың жоқ. Даже ана қатын деген бетін ашпай қарасаңызшы, сізге шабуыл жасап отыр ғой, бетін ашпай. Негізі мына Рыспала бар ғой, мамандықты қате таңдаған. Нағыз не болып тұр ғой андай, қалай айтса болады. Бойында таланты бар, дайын тұрған актриса ғой. Қалауымнан шыққанның бәрі актриса. Ана Жанерке, Елшін Жанеркені өзі чостойды семьясымен бірге. Деп ойнай саған қайтесің? Бүгін инстаграмға салсам қыздар өліп қалған ғой. Токсичный қатындардың рөлін ойнайтын актриса болатын еді негізі. Мамандығы дұрыс болмады, дұрыс болғаныңша. Соны айтамын, сол аяқты біраз ақша табар еді десейші. Ана кім Бадықова бар ғой, сол сияқты болғанда. Зато адал еңбекпен кино түсіріп ақша тауып жүретін еттен. Бадықова сияқты охранамен дейсің ғой. Мен охранамен шыққан кезде өлгем күліп. Құдай ау, кімнен қорғанып жатыр, мынау халықтан ба деп. Жақсы дипломмен шығам, аман болыңдар. Олжасты бар, жаңағы актер Олжас бар ғой, Очоу. Сол мен досыммен бірге интернетте оққан ғой. Очоуың, Дариға Бадықоваң бәрі жертва одной роли ғой. Бір образдан шығамайды. Очоудың любой киносын қараш, бәрі бір образ. Очоудың бірақ киносын айт маған, кезінде естерінде ма, сериал түсіріп еді ғой. Бәрі сол сериалдың атын еді, екі дос туралы. Тәуекел деген сериал болып еді ғой, сода күшті. Қалған киносын бәрі бірде ғой. Дикомен шығарасашы? Джокерді ма? Жоқ, Айбек. Жынды ма, мен шығарған ес? Білмеймін. Я сам кого угодно отсюда выкину. Басеке деген ғой. Жоқ, Басеке емес, Тәуекел. Или Басеке емес. Басеке ғой? Басеке. Астында коммент жазып отқандар лайк көп басыңыздаршы, лайкты. Одан кейін жаман комментарий жазбаңдар. Африкаға жіберем, Африкаға сендерді. Көп сіз туралы айтып отыр ғой, еркек басымен не істеп отыр деп. Дәу ма? Мен модырмын ғой бұл жерде, модыр. Бересің? Сен Джокер модераторсың ба не? Сен... Мен сеға бірақ рет модератор бересем, постоянно сен модератор болып тұра бересің ба? Ой, байды. Қалай алып тастайым сен модераторлықтан дегенсің? Не үшін аласың? Жоқ, вообще айтып отыр. Ертең ана не даты? Сен мен қырлық қап шығарамайды дейсің ғой модераторлықтан. Жоқ, оңай ғой. Тикток қақпаймын ғой мен вообще. Ана нені көрдің ба, мен жіберіп едім ғой саған сообщениеден. Дым көрмедім, шынымды айтайын. Тикток вообще көруге уақыт болған жоқ. Мен инстаграм жанып жатыр. Прокурорды ма көрдім. Че там, қалай?
Видеоларын көрген жоқпын, просто подписка жасап алдым, чтобы не потерять. Бір-екі видеосын көрмедім ба қадем? Көрейінші, аха, қазір барып көрейінші соны. Көрсең жақсы болады. Иә. Қыздар бұл жерде жігіт басымен, еркек басымен деген әңгіме емес. Ақшаны жігіттер де салды, еркектер де, апалар да, кемпір, шал бәрі салды. Причем тут еркек, анау, мынау деген. Маған ақша керек емес, рахмет ниеттеріңе. В общем, ақша табу үшін жаңағындай сайқал болу керек қой. Конечно. Иә. Өтірік күліп, қарқылдап. Бірақ на самом деле ол күліп атқан жоқ та, ішінде қинап күледі да, ол қиналып. Деп па? Иә. Біткен Әрең шығарып. күйіп біткен театрдың артисі болу керексің ғой ол үшін, иә? Конечно. Мен осы баяғы бір кезде тоже эфир ашып, адамдармен сөйлесетім ғой, бірақ көп адам кірмейтін де мен эфиріме ше. Одан кейін мен түсіндім анандай. Да, бір жынды болып отырсаң бар ғой, короче, сайық мазақ болып отырсаң сол кезде қарайды екен. Привет, дети. Ма сағат 10 болыпты, ұйықтамайсыңдар ма, иә? Сотка тастандар, быстро. Сотка таста, спать. Ладно. Азында кім берді чупа-чупс? Жынды болып, қазынды қуып отырсаң сол кезде елдер қарайды екен Азанда десең. тісің ауырады, азында. Иә, жынды болсаң көреді ғой бәрі. Мен баяғыда ана кімнің видеоларын көп көретім эфирінше. Мұрат Әбділда бар ғой. Бля, Мұрат Әбділданың эфиріне кіріп алып жататым ғой кәдімгідей. Мұрат деген қазын қуған кезде, шайған кезде енді настроением көтеріледі ғой ананың. Дұрыс, біздің қазекеңдер ғой, кілең жын жыпырға құмар ғой. Ана бір кім еді ана? Қыздар, бір минут. Мен қазір экранды бүйтіп түсіре бересіңдер ғой, иә? Или мен даусым қалай өшірсем болады пока? Жоқ, звукты өшірсеңізші. Қақтан өшірем ол? Өзің звугыңды басасыз. Қай жерде ол? Астында. Ана микрофонды баса саласың ғой. Микрофон тұр. Ең астында жоқ. Майбеттің жанында тұр ғой, гости деген қасында тұр. Гостидің қасында Микрофон тұр. табличка. Дуп болған қиын. Настройки жақта ма? Міне выключить микрофон. Все, өшірдім. Иә. 5 минутқа кетем мен, короче, сөйлесе беріңдер, иә? Анау тұмар. В общем, жатат мен. Тұмар. Иә, сол Гуша, Тұмар дегендер жындылар бар ғой, соларға құмар ғой біздің қазекеңдер. Анау алқаш Дана деген бар еді ғой, солардың эфиріне кіріп алып жататым ғой, кәдімгі кофеді дайындап шын. Жоқ, Мұрат Ішің пыспайды да аналардың эфирін көрсең. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Алейкум салам. Дегенше қолтық шаш. Қолтық шашқа жүр ғой тағы да, кіріп жүр ғой. В общем, білмеймін, ең қатты жақсы көретін мен Мұраттың эфирі болатын. Бля, Мұраттың эфирі енді. Мұраттың жандырады ғой, действительно. Ол қайда Мұрат қазір, кіре ма? Гугуша бар еді ғой, Гугуша сатушы болып кетті ма? Мұрат түрмеде ғой. Жоқ, түрмеден шықты ғой ол. Қайттан қамап тастады ғой. Боқтады ма тағы да? Жоқ, боқтағанда емес, ана кешкі сағат 10-нан кейін көшеге шығуға болмайды екен ғой оған. Аха. Андай не деуші еді? Үй қамақ қой оның несі қалған сроғы. Үй қамақта отыру керек. Условныйда жүрген. Иә. Түнде 10-нан кейін ешқайда баруға болмайды, басқа қалаға баруға. Иә, еще отметкаға бармасам бұл проблема. Джокер, наяқта ұнамайтын комментарий жазатындар сразу блокқа тықпыстаға. Естіңдер ма? Естіліп атырым ба? Тамат блогерге не болды екен?
Эй, мені естіп жатсыңдар ма? Да, да, иә. А, все, Джокер, Естіп блок тұрмыз, қатқасын, иә. хорошо? Все, кеттім мен қазір 5 минуттан келем. Ага. Иә. Лайк басып отырсыңдаршы достар, лайк